Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Бүгін Таженовтар отбасы атынан сіздерге тарыдан жент жасап үйретеміз. Бүгін менің көмекшілерім, қыздарым, Асылым, Ясмина. Яғни бірінші тарыны қол дерменге саламыз. Бұрында осы тарыдан екі тәсілмен талқан шығарған. Яғни бірінші дерменге салып, екінші тәсілі келіге түйу арқылы. Бүгін біз сіздерге дерменнен талқан шығарып көрсетеміз. Дерменнен шыққан талқандардан оның жаңа сағы түйіршіктері болады. Яғни оны біз елекке салып елеп аламыз. Сосын ол еленген талқанды бетіндегі түйіршігін алып тастап, астындағы керек талқанымызды өзіміздің ыдысымызға саламыз. Осы дайын болған тарыдан шыққан талқанымызды ыдысқа саламыз. Бүгін біз тарыдан жент жасаймыз. Яғни оның қоспалары шекер және де ертілген сары май. Бірінші құм шекерімізді салып, керек мөлшерде, яғни бүгін біз 4 қасық салдық. Соны жақсылап араластырамыз. Бірінші араластырып аламыз. Оған ертілген майымызды қосамыз. Және де дәміне қарай бал немесе тағы да басқа қоспалар қосуға болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қасықпен де араластыруға болады. Басында қасықпен араластырып алған дұрыс. Неге десеңіз, майымыз ыстық болуы мүмкін. Содан кейін қолмен араластырамыз. Қолмен араластырып, жақсылап араластырамыз. Қызым, не жасаймыз? Жент жасаймыз, аха. Алабы, салабы. Бүгін біздер заманға сай осы ыдыстарымызға салып жент жасап сіздерге көрсетеміз. Бұрында ата-бабаларымыз қолмен де жасаған, ыдыстарға да салған. Бүгін заманға сай осындай қалыпқа салып сіздерге жасап көрсетеміз. Салағы қызым. Көп салған ба? Жасап болғасын бұны тоңашқызға салып, 1 сағатқа салып қойған болады, кішкене қатқанша. Бұл жент өте құнарлы ұлттық тағамның бір түрі. Бұны тойларда, қонақтарда дастарханға ұсынылған. Бұрында көшіп қонып жүргенде осы жентті өздерімен бірге алып жүрген. Бұл ұзақ сақталатын тағамның түрі. Яғни жолда да қызым бұзылмайды екен. Тығыздап саламыз. Баса, қызым салам. О, сал. Біздің отбасыда ұлттық құндылықтарымызды дәріптей отырып, осындай ұлттық тағамдарды үнемі жасап отырамыз. Енді біздің жентіміз дайын болып қалды. Сіздерге дайын болған түрін көрсетейік. Біз анамыз бен бізге ұлттық тағам жент жасадық. Міне бүгін біздің жентіміз дайын болды. Осылай ұлттық тағамдарымызды үнемі жасап жүрейік. Ас болсын, назарларыңызға көп рахмет.